Ассалаумағалейкумдер. Қайырлы күн. Мына жақ мен қазір тұрып тұрған жағы мынау Ақтау ар жағы. Ана жол ары қарай шықсаң Ақтау. Мынау Басқұдық. Мен қазір тұрған жер Басқұдық. Мына Келжан деген, ар жағында Басқұдық деген. Мына жақ Маңғышлақ. Мұнайлы. Мына жерде мынау салтанат магазині. Мынау енді заңсыз құрылыстар ғой, енді оны айтылып жатыр ғой. Мына жерден бізде 2014 жылы жол түсу керек еді. Мен айтайын дегені бүгін 25 сәуір 2026 жыл. Бізде қазір осы мына сары труба жатыр, мен жерде көріп отқан шығарсыңдар енді видеодан. Бұлай біледі ғой, басқа кісілер біледі, білмейтіндер айтып жатыр. Осы жерде мына көшеде асфальт болу керек, адамда жаяу кетіп баратыр. Бұл жерде асфальт болу керек негізінде. Арқаланып жаяу баратыр, тұрбадан өте алмайды. Осындай жағдай. Короче, менің айтайын дегенім, мына сары тұрба жатыр. Осы сары тұрба алынады деп айтқанына 2000 өткенде айқай шудың кесірінде 25 жылы ең соңғы срок 25-те алынады. 25 жылы алынады деді. 25 емес 26 болды. Мына тұрба әлі жатыр мына жерде. Мына жер деген мына жаққа қарай. Енді мына жақта міне орын бар ғой, орын бар. Мына жақтан шығып кеткен бері қарай да. Бәрі шығып кеткен. Мына тротуарды жолдың мына жағына түсу керек, мына тротуар. Бас жоспарда мына тротуар жолдың мына жағына түсу керек. Ол да мына жағына салып жіберді ішке. Сосын мына жақты тұрба қылып жіберді. Бұл айтылып жатыр ғой бәрі де. Осы жолымыз ашылмай тұр да. Осыны айтқан үшін менің үстімнен арыз жазған Мақсат Аликулов деген жігіт. Бала ғой, енді менің қасымда бала ғой. Сол кезінде жер комитетінде жасаған, білмеймін. Ол бар ма, басқа бар ма. Енді соны жабу үшін менің үстімнен арыз жазып, сотқа беріп, сот оны қолдап, шешім шығарып, менің үстімнен штраф жазды. Сонда мына жол бүткіл ауылдың атынан шығып жүрмін ғой мен. Енді мен көшіп кетпеу үшін амал жасап жүрмін да. Мынандай жерде кім тұрады, мысалға жол жауып тастады. Ешкімде тұрмайды, мен көшіп кетермін. Халық қалай көшеді? Осы жол ашылмай тұр. Осы жолды ашпау үшін менің үстімнен арыз жазып отыр. Аликулов Мақсат деген зам, Басқұдықтың замы. Енді сонда осылай сотталып кете береміз ба, штраф салып жүреміз ба? Штраф болғанда да 5-10 мың болса ештеңе емес, 70 мың болса ештеңе емес. 778.500 теңге штраф салып отыр. Осы Басқұдықтың бас жоспарын айтқан үшін ғой енді. Басқа қалай? Бас жоспарды ауыстырып, суағардың бәрін бітеп, осындай жағдайға түстік. Мына тротуар мына жаққа түсу керек, ішке салып жіберді. Оның бәрі кезінде айтылды бәрі. Мына тротуар салып жатқан кезде айтылды. Неге сендер мына ішіне салып жатсыңдар? Бас жоспарды қарамайсыңдар ма дегенде, жысықы сызылып жатыр ғой деді. Алдап келді, жысықы сызылып жатыр. 12 жылдан бері бітпейтін қандай жысықы ол? Қазір деген дамыған заман. Мына тоқтың бағанасына дейін алып тастап жатыр. Тоқтың бағанасы біреудің заводының ішінде тұр. Қарап отырсаңдар. Тоқтың бағанасына өтіп кеткен бәрі. Бәрі заңсыз. Сонда осылай түрмеге қамалып кете береміз ба? Қалай болды сонда? Мына әділдік қайда сонда? Әділдік қайда? Маған айтады, дәлелің бар ма дейді. Қандай дәлел керек енді? Мынадан артық қандай дәлел керек? Айтыңдаршы, қандай дәлел керек? Мынадан артық қандай дәлел керек? Тоқтың бағанасы біреудің заводында тұр міне. Енді соны жабу үшін маған штраф салып отыр. Ондай да бола ма? Қара. Тоқтың бағанасы біреудің заводында тұр. Мына жер Нұралы тағайындалған кезде, сол кезде салынған завод. Бұны айттым мен. Ол заводды салып жатқан кезде мен келіп айтқанмын. Неге салып жатсыңдар дегенде, әкім сал деп айтты дейді бізге. Тезірек салып ал, шешім шығарып берем дейді. Ол айтылған сөз, оған да дәлелім бар. Мен үйіме келіп милициямен
үстінен ар жазған. Бірақ арты өздері арты ашылып қалатын болғасын іс қозғалған жоқ. Солай қалып қойды. Ол видеоларда бар. Видео дәлел керек дейді. Одан басқа қандай видео дәлел керек? Мысалға бәрін түрме ұзаққа кетпей ақ қояйын. Осылай жол туына Шотан Батырдан шығатын арғай қалаға шығып кететін жол. Осы жолымыз ашылмай тұр. Сонда қалай болғаны? Осылай қала береміз ба? Или осы жерден көшеміз ба, қайтеміз? Мынандай қора жерде кім тұрады? Ешкім тұрмайды. Біреу қонаққа шақырсаң айтады: ой, сенің ауылың балшық, болото, балшық болады, машина аяғы балшық болады, дөңгелегі балшық болады дейді. Сондай жағдайға түсіп қалдық. Енді басқаша қалай айтуға болады? А бұлар менің үстімнен арыз жазып, олигарх мақсат штраф салып отыр. Сонда әділдік қайда қалды, түсінбедім мен. Масқара жағдай болып отыр. Басқұдық ауданы, Мұнайлы районы, Басқұдық ауданы, жаңа қоныс сетесі. Бақытжан Көпбаев та келіп, алдында келіп айтып кетті бәрін. Жоғарға жеткіземін деді. Енді жоғарға жазып жатыр енді оны. Қай кезде жетеді, қай кезде ашылады. Сонда жолсыз қалайын деп тұрық қой. Жаза шығаратын жер қалмады ғой. Масқара жағдай ма. Бұл оншық зат емес бұл деген. Айыппұл салып, солай құтылып кетемін деп ойлай ма сонда? Сонда ана соттаған прокурор да қатысы болып тұр. Ол не үшін мені соттап жіберді? Не үшін шешім шығарды? Ол да қатысы бар ма сонда? Әділ сот қайда қалды сонда? Сот қайда қалды? Әкімшілік қайда қалды? Облыс қайда қалды сонда? Қорықпай ма, или ойланбай ма? Не масқара ма? Не масқара? Бұл деген масқара жағдай.